Бәріне сәлем достар, сендермен бірге мен Расул. Бүгінгі видеода айтқандарыңызды сабатын боламын. Ол видеоны да түсірмегелі біраз уақыт болып қапты. Алдын өзім сообществома не салайын соны жазып кетіңіздер деген болатынмын. Және біршама комменттер жиналып қалыпты. Ал енді көп созбай видеоны бастайық. Алғашқы суретті Айтымар салуды сұрапты. Тұманды, салқын табиғатта салынышы. Айтпақшы қандай приложениемен салатымды сразу айтайын. Abyss Paint X. Тұманды әрі салқын жер дегенге көзіме бірден таулы бір жер елестеді. Және тек тау болса біртүрлі көрініп қалады деп шырша секілді ағаштарды енгізіп қойдым. Салқын табиғаттың атмосферасын беру үшін қар секілді заттарды енгіздім. Бүгін бір күн әдем болып тұр, далада қар болса да, күн қатты суық емес. Келесі Мансұрдан келіпті, өзімізді семіз қылып салынышы. Өзімді семіз қылып салып отырып, өзімді семіз болсам, қандай осынсыз болып көрінетінді біліп, өскенде барынша бұндай болмауға тырысатын боламын. Негізі мені бұндай семіз деп ойлап қалмау үшін, мен өзім жайлы айтып кетсем, мен жалпы салмағым 65, бойым 175, дене бітім кәдімгі подростоктердің денесі секілді. 4-3-лік пресім бар. Мынаны салып болған екен, біреуге жаман қатты ұқсаттым да. Кімге ұқсайды десем, еріншектер еліндегі анау тамақ жей беретін біреу бар ғой. Тура содан алмай қапты. Келесі сурет Нұрасу игра в кальмарада. Игра кальмардың 3 сезонында көріп біттім, және өте қызықты болды. Мен ең сүйікті сериалдардың біріне айналды. Сериалдағы кейіпкерлер және орын эмоциялары, реакциялары бәрі ұнады. Әсіресе әлгі анау вилкамен өліп қалған таныс ұнады. Эмоциясы барлығы жалпы көңілді жүрді. Ал мен мұнда өзімді 062 персонажына салып жатырмын. Бұл математикамыз бізде стеклянный мостта жақсы өнер көрсетті. Ал міне сурет дайын. Келесі суретті Гүлжан екі беттегі пирамидалар салуды өтініпті. Екі беттегі пирамидаларын салуын әлі ғалымдар аша қоймады. Оған адамдар, жалпы ғалымдар, көптеген теориялар құрды. Көбісі екі беттіктердің өздері қандай да бір техниканы пайдалана отырып жасады дейді. Ал біреулері инопланетяндар жасап кетті дейді. Меніңше инопланетяндар жасады деген өтірік секілді. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Міне, суретті дайын болды. Келесі суретті Маржан галактиканы салышы депті. Галактиканы салып отырып, мен ең сүйікті фильм Интерстеллар есіме түсіп кетті. Бұл жалпы әлемдегі ең мықты кино деп білемін. Бұл фильмді түсіруге нағыз ғалымдар мен физиктер атсалысқан екен. Сол себепті фильм атмосферный болып шыққан. Жалпы баруына советовать етемін. Көріңіздер. Келесі видеода топ фильмдерімді жасаймын деймін. Міне менде осындай бір галактика шықты. Сәл бір түрлі қалған бар енді. Келесі сурет Нұрай бокста төбелескенін сау депті. Және маған бір идея келді. Мына Ерсайынның өзінде аниме істеуінде сау деген екеуін қосып жіберіп, аниме істеумен бокс жайлы сурет салсам. Сурет саларда мына первый шаг анимедегі бір моменттің скелетін салып алып, барып салдым. Надеюсь, ешкім қарсы болмайды деп ойлаймын. Первый шаг анимесі бұл легендарный аниме. Бұл мен алғаш ең ұзақ көрген анимелерінің бірі. Аниме нағыз еркектерге арналған деп ойлаймын. Себебі онда көптеген еркектерге қатысты сәттері бар. Бұл анимеде маған қатты ұнады. Барлығына көруге кеңес беремін. Қалай эпичный шықса, лайк басып көрейік. Өзімнің бұрынғы персонажымды салыш депті. Бұрынғы персонажым қарап тұрсаңыздар сәл бір түрлі негізі бұтына гамма жиі баған ба бір бәле. Үстіндегі не мынау мысалға? Спартипке дейінесін, Спартипке емес, таусокке дейінесін, таусокке емес, не жемпір емес. Бәрін қосып, араластырып тастаған ба бір бәле ғой. Ол кезде де аккаунтымда да сәл бір түрлі қалам кезет деп. Ал не болса да соны Расуға рахмет, тырысып сурет салғанына. Чо там, ұқсады ма? Келесі сурет мысық сау депті. Мысық сау дегенге любой бір мысық салсам болады деп ойладым. И Том и Джерридегі Том салып жатырмын. Бұл тоже легендарный мультик.
Кішкентай кезімде осы мультиктің дискілерін сатып алып компьютерге өткізіп алып көретін едік. Компьютердегі анау Paint дейтін бағдарлама бар ғой, сурет салатын. Соны осы Том и Джерридегі Том мен Джерриге толтырып тастайтын едім ғой. Мына суретті есте қалғанымен салатырмын. Томның өзі лайк көрсетіп тұр ғой. Лайк басып қояйық. Келесі сурет Адил салуды сұрапты. Бизнесмен үлкен жасаған рас ол. Я мен де бір өскенде успешный бір адам болғым келеді. Егер мен бай болсам, человек в масках секілді мұқтаж жандарға көмектесетін боламын. Ал міне суретті дайын болып қалды. Келесі сурет Ералы шегол кезімді салшы депті. Бұрын өтекте 3-4 жыл алдым, осы шегол кезім сияқты бір персонаж қолданатынмын. Басы дәу, денесі кішкентай, короче. Келесі суретті Есбол сіздің өтірік қуанып тұрғанды салыңыз депті. Бұл комментке біраз ойланып, қалай салатынын білмедім. Бір идея келді, бір смайлик бар еді ғой, соған қосып салғым келді. Короче, өздеріңіз көріңіздер. Томды тастаған өткен күнің, құрап соғып қолдау еткен күнің, өттен баста ұйқы. Осымен видео бітті достар. Комментке қайсы сурет ұнады жазып кетейік. Ал кімнің суретін салмадым ренжімеңіздер. Ал ендеше қош, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.